Жаңалықтарды жалғастырайық. Мегаполисте 239 ірі және 1269 орта кәсіпорын жұмыс жасайды. Алайда бұл өндіріс орындарының көбі шығарылатын өнімге қажетті шикізаттарды шетелден алуға мәжбүр. Осыны ескерген Шымкент қаласының кәсіпкерлер палатасы 30 жергілікті өнім өндіруші мекемелерге мониторинг жүргізді. Нәтижесін әріптесім айтып берсін. Шымкент қаласында кәсіпорындарға жүргізілген мониторинг барысында 30 өндіріс орнында импортты алмастыру бойынша мәселелер бар екені анықталды. Мәселен, бүгінде өнімдерінің көбін шекаралас елдерге экспорттап отырған Балық текстиль кілем фабрикасы Ресей, Өзбекстан және Түркиядан 125 миллион теңгеге орауға қажетті үлдір, латекс желма, картон төлексін алады екен. Яғни қажетті заттардың 70-80% шетелдерден алынатын көрінеді. Өндіріс орны басшылығының айтуынша, бизнес бастаймын деуші азаматтар аталған қажетті заттарды жасаса, бірге жұмыс атқарып серіктес болатын айтады. Біздің фабрика жылына 5 миллион шаршы метр кілем өндіреді. Және де кілем өндірумен қатар біздің фабрика жіп өндіруді жолға қойған. Жылына біздің өндіріс орнымызда 4000 тоннадай жіп өндіріледі. Дәл қазіргі таңда біздегі осы Атамекен палатасының ұйымдастырып отырған жаңа нишевый проект бойынша біз өте қызығушылық танытып отырмыз. Себебі біздегі қазіргі сатып алып жатқан шикізаттардың көбі шетелден келеді. Қосалқы жаңағы айтқандай этикетка материалдары, не болмаса жаңағы клей, латекс деген сияқты заттарды біз кез келген кәсіпкер өзі бастап шығарса болады. Және де біз бұл бастаманы толығымен қолдаймыз. Енді бұл жерде жаңағы айтып өткендегі соманың мөлшерінде әрине өзіміздің отандық тауар өндірушілер бізге жеткізетін болса, жаңағы транспорт шығындары бар, олардың бәрі үнемделеді. Менің ойымша бір 20-30% көлемінде жаңағы транспорттық басқа да шығындарды азайту арқылы азайтуға болады. Сондай шыны ыдыс жасайтын Еврокристалл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өнім шығаруға қажетті гофротар, бигбектер, тұғырлар және орау пленкасы, сыпырғыштар сынды заттарды Ресей мен Өзбекстаннан алады екен. Ол үшін 150 миллион теңге қаражат жұмсалады. Жыл сайын жергілікті тауар өндірушілер 4 миллиард теңгенің шикізатын сырттан сатып алуға мәжбүр. Әзірге бұл тек 30 кәсіпорынға жүргізілген мониторингтің барысы. Осы тұста Шымкент қалалық кәсіпкерлер палатасының директоры Нұрлан Қабыштаев мұның барлығын өз елімізде өндіруге болады. Ол үшін таушалы жобасын жүзеге асыру қажеттігін атап өтті. Енді біздің басты мақсатымыз қазір қолдағы бүкіл инструменттер бар. Мемлекеттік бағдарламалар бар, қаржы бар. Біздің Атамекен сияқты жағдай сүйемелдер жасайтын мекемелер бар. Осының бәрін біз талдап, бизнес қауымдастығына көрсеткіміз келеді. Екінші тараптан біз оқытулар жүргізіп жатырмыз. Жаңа жас кәсіпкер бизнес бастау деген бағдарламалар, соның барысында оның түлектері ертең осы кішігірім нишалық жобалардың бәрін алып, оның орнын алады. Импортты алмастыру бағытында. Екінші тараптан бұл үлкен кәсіпорындардың оларға да ыңғайлы. Олар шетелден алғанша бұл жерде өзіміздің отандық нарықтан арзанға алуға дайын болып тұр. Онымен қоса да олар оффтейк контракт береміз дейді. Ұзақ мерзімге, 5 жыл болсын, 10 жыл болсын сондайға бере алатын. Енді ең бастысы бұл жерде ол сапасына сай болу керек. Әрине бұл кісілер үлкен кәсіпорындар айтады, біз сапасын техспецификасын ашып береміз. Осы біздің бағаға және біздің сапаға сай болса, ұзақ мерзімді контракттар қолға дайынбыз дейді. Ендігі жерде бизнес бастауға ниеттенген азаматтар жоғарыда айтылған шикізаттарды өндіруге атсалысса, ішкі нарықтың табысы молаяры сөзсіз. Сонымен қатар алдағы уақытта өзге де жергілікті кәсіпорындарға мониторинг жүргізілетін болады. Мақсат Тоқсанбай, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.